Әже, ешкінің бірі кім? Сексек ата. О, қалай сексек ата аталған? Сексек ата аталуына мен саған бір аңыз айтып берейін. Баяғыда бір бай болыпты. Бай бір баланы жалшылыққа жалдапты. О балаға күнде қойын баққан үшін тек бір тілім құттай нан мен қара судан басқа ештеңе бермепті. Содан бай бала 20-ға толып есейгесін байдан келіп ақысын сұрайды. Менің баяғыдан бері жиған малым қайда, менің ақымды бер дейді. Бай бергісі келмейді. Сосын деген қазыға барады. Қазыға барып төрелігін сұрайды. Қазы деген байдан ақы алып қойған екен, пара ақы алған екен. Ол байдың сөзін сөйлейді, қазы деген. Сосын қазы айтады, ал енді әділдік деген Құдайдың аты, әділдік деген Алланың аты. Ал енді Құдай өзі береді, екінші. Құдайдан тіле деп сөйлейді, балаға айтады. Мына байдың 40 қойы бар екен. 40 қой түнде төлдейді дейді. Егер сол 40 қой түнде төлдегенде кілең қошақан туса, қой қозы туса, онда байдікі болады деп сөйлейді. Егер 40 қой басқа туса, басқа бірдеңе туса, онда ол сенікі болады дейді. Содан бала үйіне барып, Құдайдан тілейді. Құдай менің тілегімді бере көр деп. Таңертең тұрып алып, келеді байдың үйінің қасына. Келсе халық деген жинал тұр екен, көп болып бәрі. Не болар екен деп. Мә, қораны ашса, қораның ішінде қойлар төлдеген екен жаңа. Қараса, қошақан сияқты емес, жүндері жалбыраған кілең, сондай нелер туады. Мынау мақұлығыңды алып кет, мынау не зат дейді жаңа. Бай білмейді не зат екен. Атын да білмейді екен. Содан бала деген жаңағы туған қошақан нені, жаңағы туған лақ сияқтыны алып шығады, айдап кетеді, жұрт таң қалады. Мынау бір ғажайып іс болды ғой деп. Содан жаңағы лақтар далаға барып, тастан тасқа секіріп жүреді. Содан сексек деп, секек деп, жаңа секек деп секіріп жүреді бәрі. Содан оны сексек дейді жаңа бала. Сексек деп ат қояды анаған. Сосын ешкінің атасы сексек ата болады деп баяғы. Сонда ауылдың адамдар жаңа баланы сексек ата деп кеткен содан. Ешкі атасы сексек ата деп содан ата. Кемен түспеген жүрдіңіз? Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы бар ма? Так, ну козье молоко, ответ, козье молоко чем для организма детей хорошо? Он повышает иммунитет, хорошо переваривается в организме. Очень витаминов много в нем, в этом козьем молоке. Вообще детям очень полезно пить козье молоко. Ешкі сүтінің несіне ерекшеленеді? Так, козье молоко очень хорошо усваивается, очень оно хорошо для организма, для пищеварения. Очень полезное оно для детей. Оно очень сладкое, вкусное молоко козье. Ешкі сүті қандай жастағы балаларға ішуге болады? Ну, козье молоко детям назначают с малых лет, с годика. Некоторые дети, у кого низкий иммунитет, низкий гемоглобин, ну, это молоко, для того, чтобы его употреблять, необходимо проконсультироваться с врачом. Можно ли этому ребенку пить молоко или нет. Это молоко не вызывает аллергических реакций, как коровье молоко. Не бывает никаких сыпей, никаких раздражений. Так что козье молоко очень полезное. Бер, онарға бер. Онарға